Мен кәріз құдығының жанынан бір әйелді тауып алдым. Оның басы чемоданның ішіне қатты қыстырылып қалған, ал мойны әлдеқашан сынған. Мен жақындап барып чемоданды ашпақ болдым, бірақ кенет әйел селк етіп қозғалып, оның басы біртүрлі шайқала бастады. Сол күннен бастап өмірім тозаққа айналды. Енді түн ортасында есігімнің қоңырауы тоқтаусыз шырылдайды. Жүгіріп барып ашсам, ешкім жоқ. Тек табалдырықта сол баяғы сұсты чемодан. Барлығы 3 күн бұрын басталды. Біздің тұрғын үй кешенінің ресми парақшасында бір мақала кенеттен кең тарап кетті. Ешкімге есік ашпаңыздар, әсіресе чемодан сатушылардан сақ болыңыздар. Мақалаға өте үрейлі суретімен қоса жіберілген екен. Айтуларынша, бір қыздың жігіті құмар ойынға батып, қыруар қарызға белшесіне кіріп кеткен. Қашып кетіп, қызды жалғыз қалдырған. Жігіттің қарыз берушілері қызды тауып алып, қорлап өлтіріп, бөлшектеп денесін чемоданға салып, жігітке жібермек болған. Қыздың жаны кек пен өшпенділікке толып, елеске айналғаны жазылған. Ол енді үйлерді аралап, өз денесі салынған чемоданды сататын әйел ретінде кейпінде жүреді екен. Кім сол чемоданды қабыл алса, сол адам оның жаңа жерленетін орнын айналады. Қорыққан жұрт бұл хабарланы жаппай тарата бастады, бірақ көп ұзамай ол жалған ақпарат деп танылып, толық өшірілді. Мен мистикалық романдардың авторы болғандықтан әуел баста мұндайға сенбедім. Алайда жалғыз тұратынымды ойлап уайымдаған анам сол хабарламаны маған да жібергенде, мен тек мысқылдап күлген едім. Сол түні дәретханаға бару үшін орнымнан тұрғанымда, есік көшесінен қарасам, сыртта ақ киінген, басына қалпақ киген бір әйел тұр. Кеудесіне қан тамшылап тұрғандай, қып-қызыл үлкен раушан гүлі кестеленген. Қалпағын бетіне дейін түсіріп алған, жүзін көру мүмкін емес. Мен үнсіз күтіп тұрдым. Ол тағы да қолын созып қоңырауды басты. Қолы жарақаттанғандай, икемсіз қозғалды. Мен бәрібір есікті ашпадым. Сәлеметсіз бе, кімсіз? Есікті ашасыз ба? Сол сәтте анамның жаңа ғана келген хабары есіме түсті. Мен 2 қадам артқа шегіндім. Кешіріңіз, маған ештеңе керек емес. Бірақ ар жақтан жауап болмады. Бірнеше секунд өтті, тып-тыныш. Мен баяу еңкейіп, көзімнің қиығымен есік көшесіне қарадым. Әйел расымен кеткен сияқты көрінді. Дәліз бос. Бірақ дәл сол сәтте көзімнің шетімен есікке тығыз жабысып тұрған аппақ матаның шетін байқап қалдым. Ол әдейі жасырынып тұр екен. Келесі мезетте есікке күрт бозарған бет жабысты. Көздері бақырайып кеткен, қозғалмайды, жыпылықтамайды. Ол менің пәтерімнің ішін көріп тұрғандай сезілді. Көздерін айналдырып, мойнын созып, ішке үңіле қарап тұрды. Сосын сыңғырлаған зұлым күлкі естілді. Мен әлі қайтып келемін. Осыны айтып, ол ғайып болды. Менің жан дүниемді қорқыныш жайлап алды. Бірден полицияға қоңырау шалдым. Барлығын айтып бердім. Олар маған сақ болуды, қандай да бір күмәнді жағдай болса, дереу хабарласуды және түнде үйден серек шығуды ескертті. Қорқыныш күшейген соң, мен немере ағамды қасыма шақырдым. Келесі кеште ол келді. Есіктен ентігіп кірді де сөмкесін жерге тастай салды. Бір түрлі жол бойы артымнан бір әйел еріп жүрді. Жүрегім су ете қалды. Есік әлі ашық еді. Сол сәтте подъезден баяу, салмақты қадамдар естілді. Мен селк етіп, бірден есікті тарс жауып құлыптадым. Дәл сол мезетте қадамдар күрт өзгерді. Олар енді баяу емес еді. Қатты, ашулы, жақындап келе жатқандай. Не болып жатыр өзі? Есікке жұдырықпен жанталас аура бастады. Мен осы шудың арасын пайдаланып, кешегі болған жайттың бәрін оған асығыс айтып бердім. Бірақ тыңдап болған соң, ашуға булықтым. Бұл жай ғана біреудің әзілі. Біреу сені қорқытқысы келеді. Ол мұны қалыпты нәрсе сияқты қабылдады. Ашамында бәрін анықтаймын. Мен оны шап беріп тоқтаттым. Ол маған бір түрлі қарап тұрды. Сосын оның жүзінде түсініксіз зұлым жымиыс пайда болды. Сен бөтен адамдарға есік ашуға болмайтынын жақсы білесің. Онда неге мені ішке кіргіздің? Денем мұздап кетті. Аяғым әлсіреп тарс етіп еденге отыра кеттім. Сосын ол қарқылдап күліп жіберді. Жай қалжың ғой, қарашы, қалай қорқып кеттің? Ішім алай-түлей болып ашуға булықтым. Ештеңе деместен бұрылып, бөлмеме кіріп кеттім. Келесі күні дүкеннен қайтып келе жатып, өмірімде ұмытылмас көрініске куә болдым. Немере ағам көп қабатты үйдің төбесінен құлап, менің көз алдымда жан тапсырды. Өлер алдында сыбырлап, подъезге кірме. Қаш, сені әйел күтіп тұр. Аузынан қою қара қан ақты. Мен жедел жәрдемге қоңырау шалдым. Бірақ оның тынысы үзіліп бара жатты. Кенет көзі бақырайып ашылды. Дірілдеген қолымен бір нәрсені нұсқамақ болды. Бірақ қолы көтерілмей,
соңғы демін шығарды. Мен 120 нөміріне хабарласып болған соң бірден полицияға қайта қоңырау шалдым. Полиция маған оқиға орнын қозғамауды бұйырды. 15 минут ішінде жететінін айттым. Мен абдырап жан-жағыма қарадым. Дәл сол сәтте көз алдымдағы әлем төңкеріліп кеткендей болды. Осы 15 минуттың ішінде біреу келіп дәлелдерді бүлдіріп кетер ме деп қорықтым. Сондықтан әрең аяқта тұрып барлығын телефонға түсіре бастадым. Түсірілім батырмасын басқаным сол еді, арқам мұздай бір денеге тірелді. Шошып бұрылып, ал дәл сол сәтте телефонның кешігіп түсіру әсерінен кадрда бір бейне сақталып қалыпты. Бұл әйел полиция екенін аңғармаппын. Ол маған жымиып тұрды. Бетінің терісі салбырап кеткен, өңі бір түрлі. Полициядан келген қызметкер осы ма деп таң қалдым. Неге полиция сонша тез жетті? Оның үстіне жалғыз өзі ғана. Мен абдырап 2 қадам кейін шегіндім. Жанынан өтіп бара жатып бірдеңе болғанын көрдім. Әйел полицей куәлігін көрсетті. Мен мұқият тексердім. Барлығы дұрыс сияқты. Сәл тыныштала бастадым. Бұл сенің туысың ба? Иә, немере ағам. Мен соңғы күндері басымнан өткеннің бәрін айтып бердім. Келесі құрбан мен болмас үшін міндетті түрде көмектесуін өтіндім. Түсінікті, сен алғашқысы емессің. Бұрында осындай жағдаймен келгендер болған. Бәрін шешеміз. Өтінемін, мені құтқарыңызшы, мен өлгім келмейді. Уайымдама, бұдан былай айтқанымды бұлжытпай орындасаң, саған ештеңе болмайды. Оның сөздері маған біраз демеу болдым. Қазір үйіңе қайт, әріптестерім келген соң өзім барамын. Үйге кірген соң есікті дереу құлыпта. Кім келсе де ешқашан ашпа. Бірақ немере ағам жаңа ғана, қане тез бар. Кешіксем сұмдық бір нәрсе болатындай әсер қалдырды. Қатты шошып басымды изедім де дәлізге қарай жүгірдім. Дәлізге кіргенде ғана жаңа түсірген суреттерді полицияға жіберу керек екенін есіме түсірдім. Альбомды ашқаным сол еді, қол аяғым мұздап кетті. Суреттегі әйел полицейдің денесі дәл жансыз мәйіттей еді. Басы кеудесіне салбырап түсіп кеткен, ал мойнында үлкен қансыраған жара бар. Сол жараның ішінен тағы бір қорқынышты бет сығалап тұр. Сол сәтте лифттің қоңырауы соғылды. Біреу бірінші қабатқа түсті. Мен алданғанымды түсіндім. Әлгі әйелдің айтқанына сенбеуім керек еді. Қашуға бұрылғанымда сыңғырлаған таныс дауыс естілді. Тәтәпке? Лифттен кішкентай қыз жүгіріп шықты. Бұл төменгі қабаттағы көршінің қызы Лен еді. Әдетте анасы қасында жүретін, бүгін жалғыз. Мен Ленді ұстап алып сыртқа қарай жүгірдім. Тұрғын кешенінің орталық алаңына жеткенде ғана демалуға тоқтаттым. Тәтәпке, маңдайың терлеп кетіпті. Лен үйге барғанда анаң айт. Егер жақын арада бір әйел келіп бірдеңе ұсынса, ешқашан есікті ашпаңдар. Полицей формасында болса да жауап берме, түсіндің бе? Түсіндім. Бірақ келесі сөздері жүрегімді мұздатып жіберді. Сен мені сүйреп бара жатқаныңда артымыздан полиция апай жүгіріп келді. Не? Қазір қайда ол? Осында жеткенде жоғалып кетті. Маған қарап, 3 күннен кейін кездесеміз деп сыбырлады. Менің санам сан-саққа жүгірді. Әпке, кеше біз де бір оғаш әйелді кездестірдік. Анам тігінші ғой. Кеше-кешке подъезде бір бейтаныс әйел бізді тоқтатып, анамның киім тігіп беруін сұрады. Киім тігу? Иә, киімі жыртылып кеткенін айтты. Өзі өте қорқынышты көрінді. Мен анамның келісуін қаламадым. Бірақ анам адамды сырт келбетіне қарап бағалама деп ұрысты. Сонда анаң келісті ме? Иә, әйел қатты қуанды. Бүгін келіп алып кететінін айтты. Бірақ ешқандай киім қалдырмады. Есесіне ақша берді. Бұл күмәнді көрінді. Мен Ленинмен бірге Ванапайдың үйіне бардым. Есік ашық тұр екен. Кеше сол әйелді көргеннен бері анам есікті құлыптауға рұқсат бермейді. Үйге жайлап кірдік. Тігін машинасының педалі қатты басылып, сындырмақ болғандай дыбыс шығарып тұр. Ванапайдың жүзі бұзылып кеткен, өңі сұп-сұр. Ерні бір нәрсені күбірлей берді. Мен оны шақырдым, бірақ ол естімегендей, қандайда бір тылсым күштің ықпалында отырғандай. Ленді шошытпау үшін өз қорқынышымды жасырып, Лен, әлгі әйел берген ақшаны көрсем бола ма? Болады. Анам ақшаны тумбочкаға салып қойған. Ол бөлмеге аяғының ұшымен кірді, ал осы уақыт бойы Ванапай басын көтермеді. Мен жақындағанда ғана оның не айтып отырғанын анық естідім. Қолдары тігілді, аяқтары тігілді, енді тек денесі қалды. Бітті, аз қалды. Мен қатты қорқып кеттім. Сол сәтте Лен әмиянда келді. Мен көз жүгіріп қарадым. Іші шынымен ақшаға толып тұр екен. Бірақ 1 сағат бұрын болған оқиға есіме түсті. Телефонды алып ішіндегі ақшаны суретке түсірдім.
Ван апай барлық пердені жауып тастаған. Бөлме тым қараңғы еді. Сондықтан телефондағы альбомды ашу үшін есік жағындағы әлсіз жарыққа шықтым. Сол жарықта ғана анық көрдім. Бірақ ішіндегі ақша кәдімгі ақша емес, өлгендерге арналған жаназа ақшасы еді. Ең қорқыныштысы, сол жалған ақшаның үстінде қанға боялған алақан ізі айқын тұрды. Бір сәт пердені ашып, қайта суретке түсіріп, Ван апайдың нақты не істеп отырғанын көру керек деген ой келді. Бірақ күдігім расталса ше, осы ой денемді қалтыратып жіберді. Кенет түсіндім, Ван апайда немере ағам сияқты жазықсыз қатыгез түрде қаза табуы мүмкін. Ал бұның бәрінің артында сол тылсым қыз тұр. Ван апай толықтай абдырап қалған. Қазір не айтсам да ол мені естімейді. Ал әлгі әйел келіп, тігілген киімін емес, өзінің денесін алмақ. Егер денесі толық қалпына келсе, соңы не боларын елестету мүмкін емес. Мен өзімде ақылға сыймайтын шешім қабылдадым. Екі ағаттап жетіп барып, тігін машинаның астындағы матаны жұлып алдым. Ван апай бірден есінен танып кеткендей маған тап берді. Қолымды тырнап, тістей бастады. Бірақ мен матаны жібермедім. Ол пластикке ұқсас жабысқақ бөлшектер екен. Ойланбастан бәрін қоқыс жәшігіне лақтырдым. Дәтәпке, мамам жаңа ғана қара су құсты. Ол есін жиғанда саған сөз жеткізуімді өтінді. Лениннің жүзі қорқынышқа толы еді. Сен алуға болмайтын нәрсені алдың. Ол біреудің басы. Лениннің қауіпсіздігі үшін оны мектеп стадионына алып бардым. Күн батып кеткен. Ленин кенет қаша жөнелді. Мен соңынан жүгірдім. Ұрлап кетер ме деп қорықтым. Бірақ ол тоғайға қарай бұрылып, көзден ғайып болды. Ленин менімен әзілдесіп тұрсың ба? Қойшы енді. Ленин, өтінемін, шықшы. Даусым жылауға айналды. Жанталаса іздеп жүріп, арап шөп басқан кәріз құдығының жанынан бір жұп аяқ киімді байқадым. Ленин! Қатты қуанып айқайладым. Бірақ аяқ киімді қолым алған сәтте оның кішкентай қызға арналмағанын түсіндім. Көруге болмайтын нәрсені көрдім. Ол әйел еді. Басы чемоданның ішіне қыстырылып, мойны сынған. Белгісіз күштің ықпалымен чемоданды ашқым келді. Қолым тиген сәтте әйел қозғалып кетті. Сосын орнынан тұрды. Қорқыныштан демім үзіліп кетті. Ол теңселіп, баяу ғана менің артымнан жүре бастады. Қадамдары баяу, бірақ тоқтамайды. Мен үйге қайтуға батылым жетпеді. Түнгі автобусқа отырып, анама кеттім. Жолда полицияға қоңырау шалмақ болдым, бірақ желі үнемі бос емес. Автобуста менен басқа ешкім жоқ. Айнала қап-қара түнек. Қараңғылықтың ішінен біреу бақылап тұрғандай. Көзіме жас тығылды. Анамды тезірек көргім келді. Автобус тоқтай салысымен жүгіріп түстім. Көше бос. Үйге қарай бар күшімен жүгірдім. Бірақ есік алдына жеткенде, бұрын жаныма сондай таныс болған үй енді бөтен әрі қорқынышты көрінді. Есік сыртынан құлып даулы. Жоғарысында өрмекші торы салбырап тұр. Мұнда көптен бері ешкім тұрмағандай. Есіктің екі жағында үлкен қаралып гүл шоқтары тұр. Ленталарында жазу бар. Онда анамның аты жазылған. Анам жарты бұрын қайтыс болған. Жүрегімді өткір ауырсыну тіліп өтті. Бірақ есіме түсті. Бірнеше күн бұрын ғана анам маған хабарлама жазған еді ғой. Бұл қалай мүмкін? Телефонды алып туыстарыма хабарластым. Ешкім жауап бермейді. Кейбір нөмірлер тіпті жарамсыз. Бүкіл әлем мені тастап кеткендей, еденге отыра кеттім. Неге бәрі нөмірін ауыстырған? Бұл есік алдындағы әзілді кім ұйымдастырды? Кім? Дауыстап жыладым. Бірақ айналада бірде-бір жан жоқ. Басыма бос кеңістік орнады. Неге екенін білмеймін. Автоматты түрде анамның нөмірін тердім. Ол жауап берді. Анашым, қайдасың? Үйде не болды? Неге есік алдында гүл шоқтар тұр? Туыстармен байланыса алмай отырмын. Мен тоқтаусыз сөйлей бердім, бірақ жауап жоқ. Кенет үзік-үзік дыбыстардың арасынан әрең дегенде бірнеше сөзді ажыраттым. Сен қазір қайдасың? Мен міндетті түрде артыңнан барамын. Бұл дауыс тозақтың өзінен шыққандай еді. Қорыққанымнан телефонды жерге түсіріп алдым. Ол анам емес еді. Ол әлгі әйел. Қаралы гүлге қарап, соңғы уақытта болған барлық оқиғаларды ой елегінен өткізіп, кенет бір сұмдық шындықты түсіндім. Менің телефоным тек өлілермен ғана байланыса алатын болып шықты. Әуелі анаммен, кейін немере ағаммен, содан соң полиция болып көрінген әйелмен. Олардың бәрі шын мәнінде баяғыда өлген екен. Трубканың ар жағындағы дауыс сөйлей берді. Әлгі мақұлық менің қайда екенімді анықтауға тырысып жатты. Ол менің артымнан келмек. Экрандағы қоңырау жалғасуда деген жазуға үреймен қарап, қоңырауды үзіп жібердім.
Үмітім үзіліп бара жатты. Қанша тырыссам да әлгі әйелден құтыла алмайтындаймын. Селқос күйде адамдар көп жүретін қиылысқа жүгіріп шықтым. Такси тоқтату үшін қол көтергенім сол еді. Телефоным қайта шырылдады. Қорыққанымнан қатып қалдым. Қоңырау шалған тоғайда жоғалып кеткен Лен. Менің анам қайтыс болды. Бұл сөз жай түскендей әсер етті. Қайшымен өзін-өзі қайта шаншып, денесінде бірнеше үлкен тесік жасаған. Ақырында өз мойнын өзі тіліп, басын кеудесіне салбырап түсіпті. Тек жұқа терісі қабат ұстап тұрған. Бірақ сонда да өлмеген. Керісінше жымиып, Ленге соңғы сөзін айтқан. Көзіме түскен адам менікі. Бұл жолы қашып құтыла алмайсың. Леннің әңгімесін тыңдап бойым мұздап кетті. Әпке қайт, егер тоқтамасаң тағы да жазықсыз адамдар зардап шегеді. Қашып құтыла алмайсың. Леннің даусы бәсеңсіп барып, қоңырау үзіліп кетті. Жүрегім ауырлай түсті. Қайда барсам да ол әйел мені табады. Анам, немере ағам, полицей, Ван апай, бәрі бірінен соң бірі жоғалды. Бәрі менің кесірімнен. Үйге қайта оралдым. Алдын ала азық жинап қойғандықтан тәулігіне 24 сағат үйден шықпадым. Бірақ түн ортасында біреу есік қоңырауын басады. Ол ештеңе демеді, тек тоқтаусыз қоңыраулата берді. Көшеден қарасам ешкім жоқ, тек ұқыпты қойылған бір чемодан тұр. Түн сайын ұйықтай алмаймын. Түсімде қанға бойылған әйел чемоданнан шығып есігімді тоқтаусыз қағады. Кейде түсімде есікті ашамын. Ұзын жіңішке қолдарын созып мен ұстап алып, ақырында сол чемоданға қамап қояды. Шексіз қараңғылыққа батып бара жатамын. Ұйқыда жанұшыра көмек сұраймын. Біреу құтқарса екен деймін, бірақ ешкім жоқ. Күн өткен сайын тәнімде, жанымда азапқа түсті. Бір түні оянып кеттім. Әдетте дәл осы уақытта қоңырау соғатын. Босаңсымадым, есікке жайлап жақындадым. Сыртта ешкім жоқ, чемодан да жоқ. Бәлкім бүгін мені тастап келесі құрбан таңдаған шығар. Мүмкін енді қалыпты өмір сүрермін. Дәл солай ойлаған сәтте аяқ киімімнің ұшы суланғанын сезіндім. Баяу басымды төмен түсіріп, есіктің астынан қою қызыл сұйықтық ішке ағып кіріп, аяқ киімімді жауып жатыр. Қашқым келді, бірақ аяқтарымды бірдеңе ұстап тұрғандай қозғала алмадым. Қою қызыл сұйықтық земе дейін өрмелей бастады. Оның бетінде екі көз пайда болды. Ал ауыз есіктің астынан бірге сырғып кірді. Соңғы сәтте әлгі еріндердің ашылып жабылғанын көрдім. Құрметті ханым, осы чемоданды сатып алғыңыз келе ме?